Сәлеметсіңдер ме балалар, бізде дүниетану сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз денің сау болсын десең. Бүгінгі сабақта сен дене жаттығуларының не екенін білесің, денсаулықты қалай сақтауды түсінесің. Халқымыз денсаулық табиғат сыйы деп айтады екен. Бұл сөз нені білдіреді деп ойлайсыңдар? Келесі суреттерге назар аударайық. Өте ертеде адамдар өз денсаулығын күтудің қаншалықты маңызды екенін түсінді. Бақытты адам бұл денсаулығы мықты адам. Мықты денсаулық бізге жақсы өмір сүруге, оқуға және еңбек етуге мүмкіндік береді. Сендердің алдыларындағы балалардың көңіл күйлері жоқ. Қалай ойлайсыңдар, неге? Себебі олардың біреуінің тісі, біреуінің іші, біреуінің басы ауырып тұр. Олар дәрі ішіп емделіп жатыр. Біз жаңа жоғарыда айтып кеткендей, бақытты болу үшін олардың денсаулықтары мықты болу керек. Себебі дәл қазір ауырып тұрған бала далаға шығып оқуға, ойнауға көңіл күйі жоқ. Ал денсаулық мықты болу үшін не істеу керек деп ойлайсың? Дәрігерлердің айтуынша, адам денсаулығына шағымданбаса да, өз денсаулығын тексертіп тұруы тиіс. Дене мүшелеріне арналған жаттығулар ойлап тап және орында. Яғни денсаулығымыз мықты болу үшін біз жаттығу жасауымыз қажет. Мысалға, қандай дене мүшелеріне біз жаттығу ойлап таба аламыз? Бас, қол, аяқ. Ал бірге ендеше жаттығу жасайық. Ешқашан мұңайма. Уақыттың бәрібір мұңаятын жағымсызы болмайды. Бақыттың беріліп бағаласан гүлім мәңгі солмайды. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер. Көктемде жазда күзде қосыл бізге. Көз келер, бізге кел табиғатқа шаба салма аппағым. Табиғат кінәсіз өзіңе сен, болады бәрі жақсы сөзіме сен. Бәрі де өтер, көңілді көтер. Қыс көктемде жазда күзде қосыл бізге. Денсаулықтың негізгі факторлары, яғни біздің денсаулығымыз мықты болу үшін бізге қажет жақсы, дұрыс тамақтану,
таза ауада серуендеу, таңертеңгілік жаттығу жасау, спортпен шұғылдану және бізге пайдалы іспен айналысу. Тағы да бірлес қайталап өтейік. Денсаулық табиғат сыйы. Оны күту қажет. Дене жаттығулары денсаулық үшін маңызды. Олар ағзаны нығайтады. Епті әрі күшті болуымызға көмектеседі. Сен білесің бе, Айдарына қош келдің. Жаттығу жасауға ең қолайлы түстен кейінгі уақыт екен. Міне қызық. Олимпиадалық рекордтардың көбісі осы уақытта жасалған екен. Осымен сабақ аяқталды. Жақсы, сау болыңдар.